Алдыңғы сабақта айтылғандай, біздің түсінігімізде, ойымызда жақсы әрекеттер және жаман әрекеттер бар. Істелу керек әрекеттер бар және істелінбеу керек әрекеттер бар. Бұл әрекеттер тұрақты емес, өзгеріп тұрады. Біздің көңіл күйімізге қарай, түрлі факторларға қарай өзгеріп тұрады. Кейде бір әрекет болады, рұқсат етілген болады, кейде ол тура сол әрекет болмаған болады. Бұны мынандай бір қарапайым мысалдардан байқауымызға болады. Біз баламызға, көңілімізге ыңғайлы кезде сен әлі кішкентайсың, саған бұл жерге баруға болмайды деп, ол сол бір әрекетін тия бастаймыз. Немесе өзімізге ыңғайлы кезде сен енді үлкенсің, өз-өзіңе жауап бер, немесе бауырларыңа қара деген сияқты әрекет айтамыз. Негізі былайша айтқан кезде бізге керек кезде бала үлкен, немесе бізге керек кезде баламыз кішкентай болып қалады. Және осы бір әрекеттерді жақсы, жаман деп бөлу біздің миымызда стандартты қалыптасады. Бір стандарт, трафарет. Және біз баланы соған тығуға тырысамыз. Баламыз сай келсе, тіл алғыш бала. Сай келмей қалса, онда жұрттың баласы деген екінші бір індет пайда болады. Сөйтіп оны біз жұрттың баласымен салыстырып өтеміз. Осы бір әрекеттердің болуы, жақсы жаман әрекеттердің болуы бізде мынандай бір тағы құбылысты байқатады. Сүйікті бала. Мысалы, отбасында бір бала болуы мүмкін, тіл алғыш, қандай проблема тудырмайтын, ол біздің сүйікті баламыз болып кетеді. Немесе сіз тәрбиеші не мұғалім болатын болсаңыз, сіздің бір үздік оқитын оқушыңыз, алдыңғы қатарда отыратын, үнемі қолы түспейтін бала сіздің үздік оқушыңыз болып кетеді. Ал бұлай балаларды бөлу, сүйікті оқушы, сүйікті бала деп бөлу, бұл бала тәрбиесіндегі үлкен қателіктердің бірі. Танымал педагог Генрих Гольдшмидтқа сенетін болсақ, баланы менікі сенікі деп бөлуге болмайды дейді. Ол жалпы бала дейді, әлі кішкентай ересек, бірақ біз оған бала деп қарай алған кезде ғана, бәріне тең қарай алған кезде ғана біздің бағана әдіс тәсілдеріміз, құралдарымыз шынымен де жұмыс істей бастайды. Енді біз бағанағы баланың әрекеттерін бөлдік, жақсы, жаман деп, сәйкесінше біз не істей бастаймыз? Жақсы әрекеттер істесе, мақтай бастаймыз, мадақтай бастаймыз. Жаман әрекеттер істейтін болса не істейміз? Жазалаймыз, немесе тағы басқа амалдарды қолданамыз. Бұл жерде белгілі бір әрекеттерді ынталандыру мақсатында, стимуляция мақсатында осы бір техникаларды айта кетсек болады. Біріншісіне тоқталайық. Мадақтау мен мақтау. Біз әдетте қалай істейміз? Бала белгілі бір әрекет істеген кезде, көңілімізден шыққан кезде біз оны мақтай бастаймыз. Сосын мақтауға қатысты, мадақтауға қатысты ата-аналарда екі пікір бар. Біреу айтады, үнемі ата-ананы мақтау, баланы мақтау керек. Оған белгілі бір деңгейде тамақты бергенде осы мақтауды, мадақтауды беріп отыру керек деп үнемі жаудырта береді. Сөйтіп не істейді? Баланы белгілі бір деңгейде семіртіп жібереді. Тұлғалық тұрғыда семіртіп жібереді. Ол қатты ерке болып кетеді. Және екінші біреулер бар, жоқ мен бермеуім керек деп барынша баланы сараң ұстайды. Енді осы бір жердегі алтын орта не дейтін болсақ, қандай баланс ұстауымыз керек дейтін болсақ, мадақтау мен мақтауда негізгі ұстану керек мынандай ереже бар. Баланың әрекеті мен тұлғасын бөле алу. Біз үнемі баланың әрекетін мақтай алуымыз керек, және сол әрекетін мадақтай алуымыз керек. Ешқашан тұлғасын емес. Мысалға, балаңыз бір кешке жатар кезде орынсыз жылап кетті дейік. Сіз не істейсіз? Баланың тұлғасына тиіспейсіз. Мен сені жақсы көремін деудің өзі балаға сигнал болады, оның тұлғасын жақсы көретіндігі. Бірақ мына әрекетің маған ұнамады, мен көңіліме қатты тиіп жатыр дейтін болсаңыз, онда тұлғасы мен әрекетін бөліп жаратқанбыз. Тура сол сияқты мысалға бала бір сурет салған болса, ол суретінде мысалға 10 деталь бар дейік, 10 детальдің біреуі ғана жақсы болатын болса, сол бір жақсы салған суретіне басымдық беріп, мына суретіңіз әдемі шықты дейтін болсаңыз, онда сіз оның әрекетін мақтап жатсыз. Осы мақтауда тұлға мен әрекетке қатысты тағы бір ғылыми тәжірибемен бөліскіміз келеді. Бұл Кэрол Дуэк деген кісінің «Гибкое сознание» деген кітабынан алынған. Ол кісі не дейді? Мына балаларға есеп береді. Сол есеп беру барысында нәтижелеріне қарамастан жарты топ балаларға сендер дана екенсіңдер деп айтады. Яғни олардың тұлғасын мақтайды. Екінші бір топ жарты балаға не деп айтады? Сендер жақсы тырысыпсыңдар дейді. Яғни олардың әрекеттерін қолпаштайды. Сөйтіп тағы бір тест береді. Нәтижесіне қарамастан айтылатын сөз өзгермейді. Тура осылай қайталана береді, 7-ші рет, 8-ші рет болып жатқан кезде олардың бірінші таратылған есептерін қайта береді. Қызығы, данасың деген балалар өздерінің шығарған есептерін шығара алмай қалған. Яғни осыған дейін көрсеткен нәтижелерін көрсете алмай қалған. Неге? Мен тұлғамын, мен данамын, мен ештеңе істеуге қажет емеспін деген пікір қалыптасу. Бағана тұлғаның семіруі дейтіні осыдан шығады. Кейін бұл ересек болған кезде өшетін ми функциясын көрсетуі мүмкін. Ал керісінше мына балаларда әрекетіне басқан сайын не болды? Бұлар сол бір әрекетті бере бастауға тырысты. Миылық тұрғыда, баланың миының тұрғысына, қабылдауының тұрғысына түсіндіретін болсақ, бала нені істемеу керектен гөрі нені істеу керек екендігін жақсы түсінеді. Егер біз ата-ана ретінде осы оның әрекетін мақтай алсақ, керек әрекетін мақтай алатын болсақ, онда бала одан не талап етіліп тұрған, үлкендер қандай шарт қойып тұрғандығын жылдам түсінетін болады және жылдам орындауға тырысатын болады. Енді жазалауға керек. Я, кейбір ата-аналар болады, мен балам мүлдем жазаламауым керек, не істеуім керек, ұрмауым керек, соқпауым керек деген әңгімені айтып жатады. Мен сіздерге тура соны істеңіздер демеймін. Жалпы ұру, соғу, жазалау ол тәрбиенің әдіс құралы ма дегенде үлкен сұрақ бар. Біз баланы не үшін ұруымыз мүмкін, не үшін жазалауымыз мүмкін, не үшін ұрысуымыз мүмкін. Бұл өз алдына бөлек психологиялық мәселе, біз оған қатты кірмейміз. Біз тек педагогикалық тұрғысынан қараймыз. Енді жазалаудың түрлері бар. Тура солай ғанағы ережені сақтайтын болсақ, біз баланың тұлғасын емес,
оның әрекетін жазалайтын болсақ, бала қайтадан одан не керек екендігін түсіне алатын болады. Жазалауда ұстану керек тағы бір мынандай ереже, ол жазаның бар екендігін білу. Жазаның бар екендігі белгілі болса бала үшін, оны қолданудың өзі қажет емес. Естеріңізде ме, кезінде мынау мектепте оқыған кезінде 2 немесе 3 деген бағаның бар екендігі балаға кәдімгідей стимулятор еді. Және ол 2-3-ті өмірінде алып көрмеген болса да, өмір бойы содан қорқып өтуі мүмкін. Тура сол сияқты балаға белгілі бір жазаның бар екендігі, әкең келе жатыр деген сияқты бір қорқынышты факторлар жеткілікті. Бірақ бұл жаза болуын, қорқынышты зат болуын, яғни қамшы болуын қашан жояды? Ол қолданысқа түскен кезде. Сіз оны қашан қолданасыз? Сізге жаңа жаза ойлап табу керек болады. Ал бұл жазаны жаңадан ойлап табудың жолына түсетін болсаңыз, шексіз құрдымға кеттім дей беріңіз. Дәл осы бір әдіс тәсілдерді, техникаларды дұрыс түсіну және оларды дұрыс қолдану бізге шектен шекке ұрылмай, белгілі бір деңгейде алтын ортаны балансты сақтауға мүмкіндік береді деп сенеміз. Сабақтың тапсырмаларын орындап, келесі сабаққа дайын болғайсыз. Іске сәт.